Сәлем жастар, келе жатқан жаңа жылдармен, биыл қиын жыл болғанымен, туыстарын, жақындарын аман есен деп ойлаймын. Сендерге бір жаңалығым бар, биыл мен Project Management Professional сертификатын тапсырдым, және сол туралы сендермен бөліспекпін. Бұл сертификат кімдерге керек, не үшін, ол не туралы, және ол сендерге қандай пайдалы болуы мүмкін, сол туралы сөз қозғамақпын. Менімен бірге болыңдар. Project Management Professional сертификаты ол қазір кең таралған халықаралық жобаны басқару сертификаттарының ең әйгілі түрі. Оны ақш-тағы Project Management институты басқарады, және бұл институт ол PMBOK жобаны басқару білім қоры кітабын негізінде жасаған. Бұл кітапты бірнеше жыл сайын жаңартып отырады. Және бұл кітаптың айтуы бойынша жоба дегеніміз ол уақытша басталатын және аяқталатын мерзімі бар. Жаңа бір нәтижеге, өнімге, бір процеске алып келетін әрекеттердің тізбегі деп атап өткен. Және халықаралық жобаларды басқару үшін ол 10 білім саласын және 5 процестер тобын білу керек екен. Яғни сіздер қазір келешекте жобаны басқарғыларыңыз келсе, осы білім саласын білсеңіздер және процестер топтарын еске алып жүрсеңіздер, сіздердің жобаларыңыз сәтті өтуі мүмкін. Ол 5 процестер тобы ол бастама, жобалау, орындау, қадағалау және бақылау, және жобаны жабу процестер тобы бар екен. Білім саласына келетін болсам, 10 білім саласы, біріншіден интеграцияны басқару, екіншіден шығындарды басқару, үшіншіден мерзімді басқару, төртіншіден сапаны басқару, бесінші жұмыс көлемін басқару, алтыншы тәуекелді басқару, жетінші мүдделі талаптарды басқару, сегізінші сатып алуды басқару, тоғызыншы байланысты басқару, және 9-шы ресурстарды басқару. Әрбір осы білім саласы бірнеше процестерден тұрады екен. Ол туралы келесі видеоларда сіздерге егжейлі-тегжейлі айтып беремін. Егер сіздерге қызық болса, төменде комментарий жазуларыңызға болады. Бұл сертификатты тапсыру үшін сіздерде 3 жыл жобаны басқару тәжірибесі болу керек екен. Сіздер бакалавр бітіру керексіздер, және жобаның басқару курсын 35 сағат курс тыңдап шығу керек екен. Мен осы критериялардың бәріне өттім, және өзім осы сертификатты халықаралық қаржы центрындағы оқу орталығында өтіп, солардың гранты арқылы осы экзаменді тапсырдым. Және бұл экзаменнің қандай пайдасы бар деп сұрақ қойсаңдар, онда мен біріншіден айтушы едім, егер келешекте осы жобаның басқару саласында жұмыс істегілерің келсе, онда біріншіден осы жобаны басқару білім қорларын, тәжірибелерін көбейіп, осы біліктіліктерін өседі екен. Екіншіден, осы PMI платформасы арқылы әртүрлі шетелдегі жобаны басқару мамандарымен танысып, олармен тәжірибе алмасуға болады. Үшіншіден, PMP атанғаннан кейін келешекте халықаралық жобаларды басқаруға болады, шетелде жұмыс істеуге болады, және соған бір себепкер. Әрине бұл 100% кепіл емес, бірақ көмектеседі деп ойлаймын. Тағы да сұрақтарыңыз болса, жастар, төменде комментарийларды жазыңыз. Мен сіздермен кітаптарды бөлісуге дайынмын. Назарларыңызға рахмет. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен сау бол.